Ақсаң ауылында болған біздер көп жайттердің куәсі болдық. Көптеген адамдармен кездестік, ауылдықтардың көңіл күйлерін байқадық, елдің тұрмыс тірлігінен хабардар болдық. Елдегілердің заман талабын дұрыс түсініп отырғанын байқадық. Маңызды бағдарламалардың жүзеге асырылып жатқанын көріп қуандық. Ең бастысы, аузын ашса көмей көрінер бүкпесіз ауыл адамдарымен жүздесіп бір серпіліп қалдық. Табиғаты ертегідей Баян елінің шұрайлы жерінен нәр алып, ертеңіне еркін қарар ел тізгінін ұстаған адаматтардың іскерлігін байқадық. Күздің жаңбырлы күні біздерге еш кедергі келтіре алмады. Өйткені еңбек нәтижесін көріп, кездескенімізде, жүздескенімізде ақжарқын адамдар болды. Өрлей бер, өркендей бер сұлу Баян елі деген ниетте қалаға аттандық. Көңілде бір қимас сезім қалғандай, Баян елі артта қалып барады.